Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен өте тез дайындалатын және бір жасағаннан-ақ дайын болатын сметанник пирогын дайындаймыз. Ол үшін ең алдымен бізге сары майымыз қажет. Осылай ыдысымызға салып аламыз. Содан соң секерімізді саламыз. Барлығын өлшеп дайындап қойсаңыз болады. Содан соң осындай кішкентай қасықпен қопшытқышымызды ұнымызға салып араластырып аламыз. Содан соң осы дайын ұнымызды салып, қолыңыздың көмегімен ұнымызды және майымызды қолыңыздың көмегімен крошки болғанша ұнымызды араластырамыз. Бізде ұнымыздың барлығы шашыраңқы болып шығуы керек. Мінекей осылайша қолымыздың көмегімізбен ұнымыздың барлығын әбден араластырып, осындай крошки жасап аламыз. Содан соң бір жұмыртқамызды қосып, қамырымызды бір-біріне біріктіреміз. Бізде жұмсақ тесті дайын болады. Содан соң тестімізді салафанмен орап, холодильникке 15 минутқа немесе начинкаңызды дайындап болғанша сала тұрамыз. Ендігі кезекте начинкамызды дайындаймыз. Ол үшін бізге секерімізді саламыз. Содан соң қаймағымызды саламыз. Қаймақтың процентін барлығын төменге жазып кетемін. Мейлінше қою қаймақ қолдансаңыз, сіздің сметаннигіңіз дәмдірек болып шығады. Егер сметанник пирогында үйдің қаймағын салсаңыз, сметаннигіңіз одан да тәттірек, күшті болып шығады. Менде осында дүкеннің қаймағын қолдандым. Осылай барлығын салып алып, секерімізді салдым, қаймақ салдым және жұмыртқа салдым. Енді барлығын біркелкі болғанша араластырып аламыз. Мінекей бізде осындай массасы дайын болады. Содан соң қамырымызды жұп-жұқа қылып, жайып, формамызға жан-жағын барлығын дұрыстап, қолыңыздың көмегімен дайындап аламыз да, начинкасын құйып, осылайша 180 градуста пісіріп аламыз. Бізде осындай дәмді пирог дайын болады. Өте дәмді болып шығады. Бір жасағаннан-ақ дайын болады. Міндетті түрде жасап көріңіз және видеомды бағалап, арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Барлық құрамды толығырақ төменге жазып кетемін. Рахмет.